Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұйғыр самсасын жасайтын боламыз. Дәмі де өте ерекше, наны да жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Бізге ең алдымен ұн қажет болады, сосын тоңазытқыштан алынған қатты сары май қажет. Себебі біз оны үккіштен барлығын өткізіп алуымыз қажет. Сары майымыздың барлығын үккіштен өткізгеннен кейін дәміне қарай біз оған тұзымызды саламыз. Қамырымызды араластырып болғаннан кейін біз оған бір жұмыртқамен және қаймағымызды қосып қамырымызды илейміз. Илеген қамырымызды холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Енді біздің салмасына керек фарш, бір жуа және картошка. Осының бәрін уақтап, турап, фаршқа салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды қосамыз. Қамырымызды бөлшектерге бөліп, дәл осы видеодағыдай қылып дөңгелектеп аламыз. Жасалынған самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.